Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бір жасағаннан күшті болып шығатын зебра пирогының рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бөлме температурасындағы сармайымызды алып, оның үстіне шекерімізді қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, сіздің құрам бөліктерінің барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Яғни біреу жылы, біреу салқын болса, пирогтарыңыз дұрыс шықпай қалады. Алдын ала бәрін шығарып дайындап қойсаңыздар, сіздің пирогтарыңыз керемет болып шығады. Енді осының үстіне 4 жұмыртқамызды жағамыз. Біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей осындай сұйықтық дайын болады. Енді осының үстіне қаймағымызды қосатын боламын. Жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызға 1 шай қасық ас содасын салатын боламыз. Және массамызға аз-аздан бөліп қоса отырып араластырып аламыз. Мінекей массамыз дайын болды. Енді осы дайын болған массаны екіге бөліп алатын боламыз. Екінші бөлігіне 2 ас қасық какаомызды қосамыз. Какаоны да міндетті түрде електен өткізіп қоссаңыздар, сіздерде түйіршік болмайтын болады. Осыны ескерерсіздер. Енді формамызға алып, ақ начинкамызды бірінші 2 ас қасықтан салып, және какао қосылған начинканы да араластыра отырып өстіп құйып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп. Бұл рецепті көп іздедім, бір жасағаннан шықты. Бұған дейін бірнеше рет пісірген болатынмын, бірақ та дұрыс ұнамайтын. Енді осы рецепт көңілімнен шықты. Сіздерге ұсынып жатырмын, жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Енді осындай таяқшаның көмегіменен бетіне ою узор салып шығамыз. Өзіңіз қалаған узорды салсаңыздар болады. Енді духовкамызға пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте көтеріліп, әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді кесіп көрсетейін. Байқасаңыздар, өте жұмсақ, нәзік кесіліп жатыр. Біп-биік болып, бір жасағаннан күшті болып шығатын зебра пирогын сіздерде жасап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Достар, егер менің видеом сіздерге ұнап жатырса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.